Сәлем достар, мен бүгін сіздермен үйде желмей қалып кеткен колбасадан жасалған керемет тіске басар дайындайтын боламын. Алдымен сары болгар бұрышын алып турап аламыз. Кез келген түсін турасаңыз да болады. Сары мен жасыл түсін араластырып турасаңыз да әдемі көрінеді. Одан кейін колбасаны турап аламыз. Енді қамырын елеп аламыз. Сары майды турап, оның үстіне ұн салып, ас содасын сары май мен ұнды езгілеп араластырамыз. Оның үстіне бір жұмыртқа және бір бокал су құйып, тұз салып, жақсылап қамыр елеп аламыз. Осымен қамырымыз дайын болды. Енді майда бөліктерге бөліп шығамыз. Енді оларды біркелкі формада кіші-кіші зуала жасап шығамыз. Енді оларды бауырсақтың қалыңдығындай етіп жайып шығамыз. Енді екі жағын қызартып, орташа отта қуырып аламыз. Осымен тіске басарымыз дайын, арасы шикі болмай көтеріліп таза пісті. Балаларыма қатты ұнады, сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.